Табиғаттың алып тұлғасына, оның ғаламат күші мен керемет көркіне, жан-жануарлар мен өсімдік әлемінің бітіміне зор мән берген ата-бабаларымыз өзгеше бір жан иесі жыланның да қыр-сырларын жақсы білген бе деймін. Мысалы, қазақтар үйге кіріп кеткен жыланды өлтірмейді, басына ақ тамызып шығып кетуіне мүмкіндік жасайды. Мұнда мына біз ұға бермейтін, әлі ешкім анық шеше қоймаған сыры ішіне бүгілген құпия бар. Сол секілді ордалы жыланға тиіспеген, тыныштығын бұзбаған. Қазақтар кішкентай сәбилерді тіл көзден, сыртқы жағымсыз әсерден сақтайды деп баланың бесігіне, киіміне жыланның басын тігіп қойған. Алаш аруларының аса ардақты бас киімі сәукелеге күмістен құйылған жылан бас бейне таққан. Жас келінді тіл тиюден, сұқ өтуден, басқа да кесір-кесапаттан сақтайды, жыланның киесі қорғайды деп сенген. Әсілі, қазақтың ешбір ырымы, таным-нанымы себепсіз шықпаған. Әрқайсысының түпкі бір мән-мағынасы болған. Өкінішке қарай, көбінің негізгі тегі ұмытылып, көмескіленген. Ал бүгінде біз бәрін соқыр сенімге апарып тірей саламыз. Тылсым иірімдерін іздеп бас қатырғаннан гөрі өзімізді өзіміз алдай салатын оңай жолды таңдаймыз. Ата-бабаларымыз есте жоқ ескі замандардың өзінде-ақ жыланның көп кездесетін жерлерде қазына, кен, әсіресе алтын, күміс, мыс, жез секілді түсті металдардың болатынын білген екен, әрі айтқаны дөп басып келген. Мен осыны халқымыздың дара перзенті Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтан сұрағанымда, ол кісі талай қызық деректерді айтып беріп еді. Ал кобраға келсек, ол жыландардың нағыз ақсүйек патшасы деуге болады. Оны қазақша әпжылан дейді. Қазақтың ауыз әдебиетінде ол туралы талай аңыз әңгіме, ертегілер бар. Соның керемет бір үлгісі ертөстік ертегісі. Оны өздерің де білуге тиіссіңдер. Әпжылан әлем халықтарының басым көпшілігінде даналық, парасат, денсаулық символы ретінде танылады. Медицинаның халықаралық эмблемасына әпжылан суреті тегіннен тегін салынбаған. Үнді халқының бір топтары кобраға табынады. Арнап салған әсем храмдары бар. Ал ертедегі Мысыр перғауындары әпжыланды тіпті ерекше қастерлеп қасиеттеген. Әпжылан бейнесін патша тәжінің қақ маңдайына бар айбарымен, суық сұсымен тікірейтіп тұрып жасап қойған. Бұл бір жағынан патша ақыл иесі, патша кемеңгер деген мағынаны білдірсе, екінші жағынан айналасына сес көрсетіп, кімді болса да тізе бүктіретін, басын идіретін пәрменділіктің белгісіндей болыпты. Бір сөзбен айтқанда, былайғы жұртты үрейлендіріп тұрады. Айтса да сол патша тәжіндегі әпжылан бейнесін царский урей деп атаған екен. Египтология, яғни Мысырды зерттеген ғылыми кітаптардың барлығында бұл атау анық жазылған. Енді мына қызықты қараңдар. Біздің тіліміздегі үрейі ұшты, үрейленді деп қатты шошынған. Қорыққанда айтатыны мен перғауындардың урей дегенінің мағына жағынан да, дыбысталуы жағынан да ұқсастығы бар екені анық. Бірақ кімнен кімге ауысқан сөз екенін білмеймін. Бұрынғылар жатқан жыланның құйрығын баспа деген, білгендіктен айтқан. Жылан өздігінен тиіспейді, өзін қорғау үшін шағады. Қарынын тойғызу үшін, құлқыны үшін емес, қауіпсіздігін қорғау үшін қарсы әрекет етеді. Мысалы, саған біреу бекерден бекер ешбір себепсіз тиіссе, сен де қарап тұрмай қарымтасын қайтарасың ғой. Бұл да сол секілді. Асанқайға жарықтық, аяғы жоқ, қолы жоқ, жылан қайтып күн көрер деп бекер айтты дейсің бе? Адам құсап тебетін аяғы, жұдырықпен ұратын қолы жоқ, тым құрыса, әкеден түсіп, сықпыртып боқтап алатын сөзі жоқ. Боқтайтын да шығар, бірақ біз жыланның тілін түсінбейміз. Құйрығын басып, не белінен жаншып кетсең, шақпағанда қайтеді. Оның жаратылысы солай. Құдай оған өзін қорғайтын қаруды тісіне берген. Жыланның титімдей тісі өздігінен не істей алады дейсің. Алайда сол тіс оған қорған болуы үшін бір тамшы уды қосып берген. Ол үшін жаратқан иемізді неғып бұлай жасадың деп жазғыра алмаймыз ғой.
Әрбірден соң жыланның уынан небір шипасы күшті дәрілер жасалып, талай дерттің дауасы табылып жатыр. Адамдар жыланды жек көріп жиырылады, о бар, шағады деп көрген жерде өлтіруге ұмтылады, қуып жүріп өлтіреді. Шындап келгенде, адам жыланнан сан есе улы, сан есе қауіпті. Мысырдың әйгілі әйел патшасы, талай аңыздарға аты арқау болған Клеопатра, римдіктердің тұтқынына түспеуі үшін өзін кобраға шаққызған. Ақыры басын өлімге байлаған соң, ол неге бірден өлтіретін күшті у ішпеген, немесе неге жүрегіне қанжар сұқпаған? Өйткені ақылды да білімді, өте әккі Клеопатра кобраның ерекше қасиеттерін жақсы білген. Кобра шаққан адам өлген соң, оның денесі көп уақыт бойы бұзылмай, бүлінбей сақталады екен. Тағы бір ерекшелігі, кобра шаққан адам қиналмай, көгеріп сазарып, азапқа түспей, тәтті ұйқыға кеткендей маужырап, о дүниеге аттанады екен.